Зәр шығару белгілері қоғамда өте жиі кездеседі. Жалпы халықтың шамамен 15-20-ына әсер етеді. Осындай науқастардың көпшілігі ерлер, әйелдер, ұлдар, қыздар және балалар инвазивті емес бағалау негізінде емделе алады. Алайда кейбір науқастар емге жақсы жауап бермейді, немесе қатар жүретін басқа да мәселелері болады. Бұл жағдайда қуық деңгейінде не болып жатқанын нақты анықтау үшін инвазивті бағалау қажет болуы мүмкін. Мұны жасаудың ең тиімді жолы видеоаэродинамикалық зерттеу. Видеоаэродинамикада не істейміз? Видео бөлігі атауынан көрініп тұрғандай қуықта және шығару жолында зәр ұстап тұрған кезде және зәр шығарғанда не болып жатқанын көруді білдіреді. Ал аэродинамика негізінен қуықтағы қысымдар мен сезімдерді өлшеу болып табылады. Бұл арқылы қуықтың зәрді қалай сақтайтынын және зәр шығарғанда шығару жолының қалай әрекет ететінін түсінуге тырысамыз. Видеоаэродинамиканы қолдану нейрогенді қуықты емдеуде өте маңызды болуы мүмкін. Бұл Паркинсон ауруы бар және простатаға ота жасауды жоспарлап жүрген науқастар үшін аса маңызды болуы мүмкін. Паркинсон ауруы бар кейбір ер адамдарда простатаға жасалатын хирургиялық емге мүлде жауап бермейтін Паркинсонға ұқсас жағдайлар болуы мүмкін. Ал осы екі жағдайды ажырату үшін видео қолдану қажет. Себебі қарапайым немесе стандартты аэродинамика бұл екі жағдайды ажырата алмайды. Жоғары қауіп қатерлі нейрогенді қуықпен ауыратын науқастарда видеоаэродинамика бүйрек үшін қуықтың қауіпсіз екеніне көз жеткізуге және бүйрек қызметінің жоғалуын болдырмауға өте маңызды. Өйткені өкінішке орай кейбір балаларда немесе ересектерде қуық дұрыс басқарылмаса, мұндай жағдай орын алуы мүмкін.